Жыныстық сауаттылық сауаттылықтың салауатты үлгісі. Білмеген жердің ой шұңқыры көп, білмеген шыңға шарықтай алмайсың. Сейдахан Әлейдар халық ішіндегі жыныстық сауаттылықты арттырып, қоғамды жыныстық мәселелер жайындағы ақпаратпен хабардар етіп жүрген уролог дәрігер. Айтуынша, ұят деп ұрпақсыз қалғыңыз келмесе, дәрігер қабылдауына жазылып, әр 6 ай сайын қаралып тұрғаныңыз абзал. Себебі ауруды айтып келмейді. Ауырып ем іздегенше, аурумен ауырмай жатып алысқаныңыз абзал. Мен кісілерге айтамда, барамын саған, проблема болса барамын деп айтады. Мен айтамда, проблема болмай тұрып алдын алыңыздар. Сіздер профилактика ретінде келіңіздер, УЗИ-ға түсіңіздер, тексерейік, барлық нәрсені алдын алу керек. Профилактика жүргізу үшін 6 ай сайын еркектер кеп тұрса жақсы да, чтобы ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Оларға осылай түсіндіріп айтамыз. Мынандай витамин іш, еркектің қуатын артылады, мынандай істе, мынандай тренировка істе деген сияқты. Сол үшін негізі 6 ай сайын тексеріп тұру керек қой. Еркек кісі де, әйел кісі де. Дәрігердің айтуынша, жыныстық мәселелер мен онан сақтану жолдары мектеп қабырғасында түсіндіріліп, ол турасындағы ақпараттар ашық айтылуы тиіс. Жабық тақырып деп жыныстық мәселелерге атүсті қараудың салдары белсіздік пен бедеулікті тудыратын түрлі инфекцияларды байқамауға және оны жұқтырып алуға, сонымен қатар ерте жүктілікке алып келетін көрінеді. Не үшін? Енді жыныстық қатынас жайлы дәрісте айтылғанда, ол жерде ашық әңгіме айтылмайды, дұрыс па? Оларға первичный тепешек бойынша айтатын болса, бірінші кезде оларға жыныстық қатынас арқылы жұғатын ауруларды және де презервативсіз түсетін жыныстық қатынастың әсерінен не болатынын ашық айтып өткен дұрыс деп ойлаймын да. Себебі сақтану жолдарын осының әсерінен көтеріп қойған қаншама қыздар бар. Олардың ойынша жыныстық қатынасқа біз түспесек болды, ішке бітірмесе болды, біз көтермейміз деген әңгіме олар. Себебі көбісінің айтары, жыныс қатынасқа түсіп болған кезде, бітірген кезде мен ішке бітірген жоқ, сол үшін мен көтермеймін деген ой болады. Ол жерде бір капля кетсе де болды ғой, жыныс қатынаста көтеріп қояды. Ал мен бұл айтарым мектеп жасында міндетті түрде қосу керек. Жыныстық қатынастың әсерінен жұғатын инфекцияны және қорғанбаудың түрлерінен асқынуы қандай болады білсе, бала оны істемейді деген ойдамын да. Әлейдар әлеуметтік желілерде жыныстық сауаттылықтың маңызы мен онан туындайтын түрлі инфекцияларды түсіндіреді. Себеп салдарымен қоса тығырықтан шығар шешімді де көрсетіп жүр. Оның айтуынша, басында достары мен туған туыстары келемеждеп, жабық тақырыпты жарнамаладың деп кінә қойған. Дей тұрғанмен қазақтың саны мен сапасын арттыруды мақсат еткен дәрігерді сыншы көз кейіннен түсіне бастапты. Мен көбінесе Инстаграмда бірде бастап келе жатқанда, өзім негізі ауылдық жерден шыққанмын, көпшілігі күлетін да, маған айтатын да, ой, ұялмайсың ба, типа, ой, мынандай, қайырлы күн достар деп бастасаң, астына класстастарың жазып шығады, ой, қайырлы күн достар деп нәрсе деген прикол ұстайды. Бірақ олар уже мен 3-4 жылдан бері бұл жүргізіп келе жатқан екен, олардың да өте көзі асыла бастады да, оларға керек екендігін, ол проблема тек қана олардың басында ғана емес, басқада да бар екенін, ол проблеманы жасырып жүрудің қажеті жоқ, әр нәрсенің емі бар екенін түсіне білді. Негізі әлеуметтік желі арқылы жастардың көзін ашу өте дұрыс деп ойлаймын да. Себебі бір нәрсені білмей, өзінде ол нәрсені қалыпты деп санауы мүмкін. Олар сол үшін оның қалыпты емес екендігін түсіндіреміз. Аурудың асқынуы мынандай, инфекция жұқса мынандай болады деген сияқты нәрселерді әлеуметтік желі арқылы жастарға жеткізіп жатырмыз. Дәрігердің айтуынша, қабылдауына келетін ер кісілердің қарасы қалың, көп ұясына булығып, бойындағы дертті дер кезінде тұсамағандар. Салдарынан белсіздікке душар болып, белең алған мәселелермен алысып жүр. Сондықтан да абзалы дәрігер қабылдауына жазылып, ауырмайтын жол іздеген жөн. Жабулы қазан енді жабық қалмайды. Алдағы уақыттарда белсіздікті тудыратын мәселелер, энергетикалық сусындар мен түрлі зиянды заттардың залалы, мүше үлкейткіш гельдердің жарамдылығы жайында ақпарат тарататын боламыз. Жіберіп алмаңыздар.